жүретін өз ойымен басып қадам. Жүретін өз ойымен басып қадам. Сен адамсың өмірде асықпаған. Арасында қуатап бір нәрседен, сен адамсың өзендей тасып қалар. Сеніміңді жеңдіріп күдігіңе, сен адамсың жеңістен қашықтаған. Керемет керек қуат тұрған сәтте, сен адамсың жұмысын қасықтаған. Осылай ойланбастан жүре берсең, қалайша мәртебең елден асып қалар. Мінезіңді мыңқиған өзгертпесең, қалайша саған елдер асық болар. Тауықтай жүре берсең құрығаның, деп ойлап маған бір жем шашып қалар. Қырандай бол қарағым, қырандай бол, өз күшімен күнелтіп нәсіп табар. Түсінесің, мендік ойдың астары көп, білгейсің жігерлі жыр дастаны деп. Өмірге адам болып келгендігің, ол сенің хайуандардан асқаның бек. Өз-өзіңді дамытқын адамдарша, талаптының сен білмес жапсары көп. Балаңа ұялмастан не айтасың, сұраса неге асудан аспадың деп. Төмен қарап бойыңнан құтың қашып, дейсің бе жалқаулықты жастанып ек. Егерде ертеңгі күн ойландырса, ездігіңді күн сайын басқарып өт. Адам болғын бағалар ар-намысын, осы екеуі адамның қорғанышын. Намысыңды қоздырғын көкіректе, қол созған, құшақ жайған арман үшін. Намыс сені өсірер, өркендетер, дәл осылай ұлы сөз қалған үшін. Ұзын сөздің қысқасы ұлы істерді істеуге бағыттайтын бар намысың. Өмірдің елеместен дауылдарын, қайтпасын, қажымастан дамылдағың. Бағынам десең, егер күшің қашып, тәртіп болсын бірінші бағынғаның. Несібеңді тәртібіне тәуелдетсең, көрерсің талай қамал алынғанын. Күн келеді, арасынан қиындықтың тамұқтың. Сәлем бердім бір өзіңе жарық күн. Өзің келіп жаныма нұр сыйладың, әйтпесе мен есеңгіреп қалыппын. Таусылмасын қойныңдағы қуатың, мен адамын таңды күтіп тұратын. Жарық шашсам жанарыңа жайнаған, өлеңім көп жүрегімнен туатын. Күнде өзіңмен тірлігімді бастасам, үлгі боп қалар әлі ұлатым. Бүгін міне шабыт беріп тағы да, шуақ шаштың бақытыма бағыма. Сенде кейде бұлтты болып тұрасың, мен ұйықтасам арасында налыма. Энергияң таусылмайды таңғалам, сендей болуға тырысамын қамданам. Мен жігердің нұрын шашсам деп жүрмін, ісім осы құлай сүйе таңдаған. Көңілімнен күндей бол деп үйреттің, оянсын деп арман үшін таңдадам. Сен ұлысың, сенен қуат таралған, сен келгенде бар тіршілік таранған. Қуатыңды алтын күнім шаша бер, орындалсын жүректегі бар арман. Ояныңдар, ояныңдар халайық, күн келеді күлімсіреп қараңдар. Көктен тілеп бақытыңның беттерін, қол қусырып үміттенбе тек келім. Бақыт деген туындыңыз жасайтын, тапжылмастан бос армандап кетпегін. Дұрыс болар дәл қазірден кідірмей, бақытым деп адал еңбек еткенің. Кезігер деп өрлеу үшін мүмкіндік, талайымыз тәуекелсіз іркілдік. Өткізіп ап уақытты ұқыпсыз, жеміс бермес ағаштардай қырқылдық. Мүмкіндікті өзіңізде тайсалма, қалса дағы соңғы өмірің бір күндік. Үйір жылқы қасқырға алдырмайды. Бұлқан талқан тірліктің арасынан, арман үшін ұмтылған аласұрған. Биік қойып мақсатын маңызы бар, арамызда білімді бар асылдар. Асылдармен жүрек ақылдасып, деп ойласаң ісімде дара шығам. Жол сұрасақ жөнімен асылдардан, сәуле шашар сан түрлі санасынан. Тыңдамай кей сәттері басқаны біз, бірліксіз бірікпестен бастарымыз. Етеміз кеуде қағып албырттықпен, жалғыз жүріп жаңалық ашқалы біз. Өкініш сол жалғыздың үні шықпас, алынбайды осылай асқарымыз. Ағайын ұлы істерден үміттенбе, бірікпесе бауыр боп бастарымыз. Бірлік болса болады тірлік мықты, осы ойымды жастықша жастаныңыз. Әріден әсерлесек әрбір жайды, жалғыздық жалыныңды жандырмайды.
Қанша жыртқыш болса да бірлігі бір, үйір жылқы қасқырға алдырмайды. Өз ісіңіздің шын шебері, мықты маманы болыңыз. Ол үшін бірінші, үлкен оймен үлкен іс үшін өмір сүріңіз. Шебер еркін. Ол үшін қоғамдық деңгейден жоғары мінезді, көз қарасты қабылдаған. Ой ойлай берсең, затқа айналады. Сондықтан өз ісіңнің шебері жағымды және мардымды үлкен ойдан үлкен істерді бастайды. Екінші, мықты мінез қалыптасқан қағида. Ол адамның 3 мықты қасиеті бар. Бірінші, көшбасшылық. Үнемі өзінде, өзгелерді де басқара біледі. Екінші, алғырлық, қайсарлық. Сол алғырлықтың, сенімділіктің арқасында өзгелерге үміт сыйлайды. Үшінші, бір қалыптылық, алған бағытында берілмеу. Дәл осы қасиеттердің үлгісі етіп, 20 ғасырдың ұлы тұлғасы Уинстон Черчиллді алуға болады. Өзгелердің ой еңбектеріне көңіл аударыңыз. Одан да жақсы істеуге талпыныңыз. Шебердің тұлғасы өзгелерге үлгі, қоршаған орта өздері мойындаған адамға ұқсауға тырысады. Мысал ретінде әнші, кәсіпкер, демеуші Қыдырәлі Болмановты алсақ болады. Бүкіл қазақ жұрты Қыдырдың іскерлік шеберлігіне тәнті. Оның ізденімпаздығы Ұлытау арқылы қазақ жұртын бүкіл әлемге паш етті. Сонымен қатар Қыдырдың бастамасымен құрастырылған бал-бала ойыншықтарын Қазақстан нарығындағы ең мықты, сапалы компанияның ойыншықтары деп ұялмай айтуға болады. Төртінші, төзімді болыңыз және қайғыра біліңіз. Үлкен ой мен үлкен іс істеп жүріп, өз ісінің шебері адамгершілікті қасиеттерді жоғары бағалайды. Ол өзгелердің жүрегіне үңіліп, қайғысына ортақтасып, жұбатып, көмек қолын созудан қашпайды. Себебі өзін өзгелермен байланыстыратын күшті сезінеді. Қандай жанжал болсын, қиындық болсын, ұстамдылығы мен төзімділігін аяққа таптамайды. Бесінші, сараптай біліңіз. Жағымсыздықтың жақсы жағын көре біліңіз. Өзінің тұлғалық қасиеттерінің көмегімен шебер әр істі сараптап, өзінің және өзгенің бағыты, дамуы үшін пайдалана алады. Ол бақылаушы емес, басқарушы, жасаушы. Алтыншы, әрекетіңіз үшін, нәтижеңіз үшін жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз. Шебердің қарапайым адамнан ерекшелігі не? Ол ешқашан жауапкершілік алудан қашпайды. Шағымдану, өзгелерді кінәлау ол үшін жат нәрсе. Сонымен қатар, ол кезіккен сәтсіздікке тіке қарап, жеңілісті дамуға немесе жетістікке айналдырады. Жетінші, алға және жоғары қараңыз. Шебер үлкен арманға ұмтылады. Соған жетемін деп өзінде, айналасындағы адамның жан әлемін де дамытады. 8. Адамның өмірлік міндетін де сезініңіз. Өз ісінің шебері өзінде, өзгелерді де қайталанбас ерекше тұлға деп санайды. Сол ойдың бағытымен өзінің де, өзгелердің де бір жарып гүлденуіне, дамуына, жақсы өмір сүруіне әрекет жасайды. Өйткені табиғаттың да, адамның да басты міндеті даму және бағалану деп тұжырымдайды. 9. Өзгелердің қабілеттерін және өздеріне деген сенімдерін көтеріңіз. Шебер энергияның, новаторлық идеяның ошағы. Ол өзгелердің жарқын болашаққа деген сенімін арттырып, шабыттандыратын ойлармен, идеяларымен бөлісе біледі. Өзі ұйымдастырған ұжымның күні және гүлі бола біледі. Шебердің көшбасшы ретіндегі ойлары, бастаған жобалары командасының да, қоғамның да дамуына мол мүмкіндік береді. Адамның дамуында шек жоқ. Іскерлік шеберлікте де шек жоқ. Яғни табыс пен іскерлікте де шек жоқ. Аристотель Онассис миллиардер. Кейбір адамдар өзгелерге деген қарым-қатынасы, іскерлік шеберлігі арқылы құрметке лайық. Бірақ басты мәселе ол адамның өзіне деген қарым-қатынасы, өзіне деген көзқарасы, тәртібі. Өзіне ұлы тұлға болуды мақсат етіп, өзінен үлкен іс күте білу арқылы адам аса үлкен құрметке, мадаққа ие болады. Өз ісінің шебері де өзіне ел ойлағаннан қарағанда ұлы іс гипер жоба күтеді. Сондықтан өзіңізден ұлы ой мен мега істерді күтіңіз. Ұнаған ісіңізді жоғары деңгейде меңгеруден шаршамаңыз.
Өз ісіңізде шебермін десеңіз, бар біліміңізді жаңалауға, өңдеуге тырысыңыз. Ұлы адамдарша әрекет ету арқылы сіз өзге ұлы адамдарды тартасыз. Олар сізді сіз армандамаған жерге шақырып, бар қабілеттеріңізді одан да жоғары дамуына жол ашады. Сіз сол уақытта нағыз байлықтың, нағыз жан рахатының не екенін сезінесіз. Көп кешікпей газет-журналда өз ісінің шебері, жеңімпаз деп сіз жайында мақалалар жарияланатынына сөз беремін. Үміт үзбе өмірден, үміт үзбе өмірден. Ол өмірдің биігін арман еткен пендедің. Кей сәттерде құласаң, өзің болды сенгенің. Күрсінбеші қарағым, жетістік сәл кешіксе, тасың өрге домалап, жеміс берер еңбегің. Тұлпар қоссаң бәйгеге, табиғатты адамның, бәріміз де қалаймыз бірінші боп келгенін. Өмір басқа, өзгерек біз қаладық дегенмен, білем жақсы, керемет, қошеметке бөленген. Өмір заңы осылай, бір асқақтау, бір құлау, ешкім оңай шықпаған шың басына төменнен. Түсінейік десе де, берілмеген адамның еңбегі еш кетпестен ерлігімен еленген. Өмір бізде кей сәтте қинайтындай көрінер, сәтсіздікті мінезің жинайтындай көрінер. Ойға нелер келмейді, қапаланба, күрсінбе. Тірлік қылсаң, түсерсің табысыңның төрінен. Табыс деген үлкен тау, бар күшіңді салмасаң, көтеріле алмайды, еріккен кім көрінген. Қуат берсін бір Аллам, сабыр сыйлап жаныңа, ұмтыла бер ұшталып, үміт үзбей өмірден. Қорқынышпен күресе білудің тактикалары. Мен күтпеген жерден пайда болатын жайсыздықтардан қорқып өмір сүрдім. Бірақ солардың көпшілігі өмірімде орын алған жоқ. Марк Твен. Жақсы нәтиже жайлы ойлаңыз, жағымды жаңалық күтіңіз. Психологтар қорқыныш деген ұғымға былайша анықтама береді. Қорқыныш адамның істі жағымсыз, нәтижесіз қылып елестетуі. Қорқатын адамның көп қолданатын сөз тіркестерінің бірі «мен ойлаудан қорқамын». Мәселен, мен балаларымды жалғыз қалдырып кеткім келеді, бірақ жаман бір нәрсеге ұшырай ма деп қорқамын. Мен жұмысымды қойып, тек бизнеспен айналысқым келеді, бірақ бизнесте дағдарысқа ұшырауды ойлап қорқамын. Мен мөлдірге сезімімді білдіргім келеді, бірақ мен оған ұнамай қалсам не болады, соны ойлап қорқамын. Әрекетімізді тұсап, өзімізге өзіміз шектеу қоятынымыздың бірден бір себебі істің нәтижесіз болуын елестетіп қорқамыз. Сондықтан қорқыныш сезімін жеңгіңіз келсе, ісіңіздің нәтижелі болғанын, өзіңіздің қуанып жатқаныңызды көз алдыңызға елестетіңіз. Болашақтан тек жақсылық пен сәттілікті күтіңіз. Тез арада әрекетке көшіңіз. Неден қорқасыз, соны істеңіз. Сонда қорқыныш тез арада жоғалып кетеді. Әрекетсіздік қорқыныштарды көбейте береді. Ұлы адамдар да қорқады, бірақ олар қорқынышына қарсы әрекеттенеді. Көңіліңізді әрекетке бөлу арқылы жүрегіңізге сенім ұялатасыз. Психолог көмегіне жүгініңіз. Өзіңізге жеңе алмайтындай қорқыныш түрлері болса, психолог көмегіне жүгініңіз. Ол бізге бәрін саралауға, сараптауға көмектеседі. Немесе қорқыныштан арылу тақырыбында өтетін семинар-тренингтерге қатысыңыз. Өз қорқынышыңызды жеңген кезіңізді еске түсіріңіз. Ең алғаш машина айдағанда қорықтыңыз ғой, бірақ жеңдіңіз. Сахнаға шыққанда да қорықтыңыз, бірақ жеңдіңіз. Сіз жеңген қорқыныш сезімі толып жатыр. Осы уақытқа дейін жеңдіңіз, бұдан кейін де жеңе бересіз. Менің де қорқыныштарым бар, бірақ қанша қорықсам да қорқынышыма қарсы жүремін. Кез келген табысты тұлға сізге өміріңде сәттілігінен гөрі сәтсіздігін көп айтатынына сенемін. Менің өзімде де сондай болған. Сапалы шыққанға дейін әрбір жарнамаға 200 рет түсуге тура келеді. Өйткені маған сол үшін ақша төлейді. Сондықтан неден қорқасыз, соған қарсы жүріңіз. Кевин Сорбо, Геракльдің фантастикалық өмірі атты телехикаяда басты рөлді сомдаған актер. Самғауға себеп болғай намыстарың. Отырмын бүгін тағы шуақты ойда. Ұйқы жоқ, шабыт шалқып қуат бойда. Осы менің жігерлі жырларымды тыңдайтын, ести білер құлақ қайда.
намысты ата-бабам ұрпақтары, жатыр екен рухсыз құлап қайда. Түсінбедім талпыныс ұрықтары, көбінде көгермей ме, бір атпай ма. Батырлардың киелі жолыменен, жігер берсем сенімің тұрақтай ма. Ойлан қазақ, тағдырда тайғанаған, деп жүрсең жалын отты қайдан алам. Пышақта нанды дұрыс кесе алмайды, болса егерде қайрақпен қайралмаған. Ұшталмай ұмтылысы үгітіліп, қайғасында адасқан қайран адам. Жігеріңді жүрекпен сезіне біл, іздемей күш-қуатты айдаладан. Жетістіктің жаясы пісе қоймас, жігер суға бұрқылдап қайнамаған. Оянсын отын шашып арыстаның, сергелдеңмен сенделіп алыспағын. Қоздырып көкіректе күш-қуатты, жебеңе садақ болғай намыстарың. Мен өзі кімнен кеммін деп ұғынар, ұмтылдырар намысқа табыстадым. Қазағым айналайын кедергі емес, самғауға себеп болғай намыстарың. Алланың асыл діні ай секілді. Әрбір күнің алданып табысымен, ләззат ала сапалы әрісіңнен. Кетеміз өмір мәнін ойланбастан, жылжы бағып өмірдің ағысымен. Мұсылмандық парыздан алшақтаған, ақша артынан жүгіріп жарысы бел. Иманын меде тұтқан адамдар аз, қауыша алмай Алланың хақ ісімен. Сананың таусылған ба сергелдеңі, негізсіз сөз құрметтеп кен көргені. Жүрек таза деп алып арақ ішкен, ессіздерден елімнің демдермеді. Құранның қасиеті рас па деп, талайдың шешілмей жүр теңдеулері. Ағайын, исламға күдік болса, онда ойды шайтанның емденгені. Күнің барда сүретін тәубаңа кел, адамнан адамды Алла кем көрмеді. Иманың жүрегіңе тұрақтаса, берекелі Алланың бергендері. Түсініксіз біздерге ғаламына, таулар өзі тау болып қаланды ма? Сонда қалай сан жетпес ғаламшарлар эволюция заңымен жаралды ма? Мұның бәрі Алланың құдіреті, жаратқан маймылды да адамды да. Алламның асыл діні ай секілді, жол көрсетер, жол ашып қараңғыда. Ұмытпағын, ұнамаса қасиет қылықтарың, түгендеу мен тірліктің сынақтарын. Бұл сенің негативке түскендігің, мақсатыңды маңызды ұмытпағын. Сірә сен арманыңнан қуат алмай, бір орында дамусыз тұрып қалдың. Адам деген судайын көлшіктегі, қозғалмаса сасиды бір ұққаным. Мықтылардың мақсатын мертіктірген, қу тіршілік құбылған құрып қалғыр. Десе де шешілмейтін түйіндер жоқ. Осыны ешқашанда ұмытпағын. Ойды түзе, көзқарас сенімді өзгерт, күдігіңді күмәнді құлыптағын. Бақыт, бағың ойыңнан бастау алар, ойыңды ұятым деп ұлықтағын. Шыңға өрлеген альпинист секілденіп, тұсау болар тастардың ұмыт бәрін.